сәлеметсіздер, сіздермен бірге мен Мәлімет Арас. Бүгін мен сіздерге әлем тарихындағы із-түзсіз жоғалып кеткен танымал тұлғалардың оқиғаларын айтып беретін боламын, және де оларға өліміне қатысты әртүрлі теориялар жүргізіп талқылайтын боламын. Видео бастамай жатып міндетті түрде арнаға тіркеліп видеоға лайк басамыз. Ал мен бастаймын. Амелия Эрхарт. Өмірбаянына тоқтала кетсек, Амелия Эрхарт әйгілі американдық ұшқыш, авиация пионері және әйелдер арасындағы алғашқы болып Атлант мұхитын жалғыз өзі ұшып өткен тұлға. Ол 1897 жылы 24 шілдеде Канзас штатында дүниеге келген. Балалық шағынан бастап авиациялық қызығушылық танытып, ұшқыш болуды армандады. Жоғалуына тоқтала кетсек, 1937 жылы Амелия әлемді айналып ұшу сапарына шықты. Ол өзінің штурманы Фред Нунанмен бірге Локхид электрошағымен сапарға аттанды. Біз жаңа Гвинеядан Каолинда аралығына ұшамыз. 2 шілдеде жаңа Гвинеядан Каолинда аралығына бағыт алған кезде олардың ұшағы радио байланыстан жоғалып кетті. Кең ауқымды іздестіру жұмыстарына қарамастан Амелия мен оның штурманының тағдыры белгісіз күйінде қалды. Осылай олар жоғалып кеткен болатын. Ал енді теорияларға тоқтала кетсек, олардың жоғалуына қатысты бірнеше теория бар. Ұшақтың суға құлауы. Көптеген зерттеушілер ұшақтағы жанармайы таусылып тынық мұхитына құлаған деп есептейді. Никомаро теориясы. Кейбіреулер олар Никомаро атоллына қонып, сол жерде қайтыс болды деп болжайды. Тұтқынға түсу. Тағы да бір теория бойынша олар Жапонияның бақылауындағы аймаққа қонып тұтқынға алынған. Дэн Купер. Оқиға 1971 жылы 24 қарашада өзін Дэн Купермен деп таныстырған ер адам Портлендтен Сиэтлге бағыт алған ұшақты ұрлап $200,000 талап етті. Талаптары орындалғаннан кейін ол парашютпен ұшақтан секіріп із-түзсіз жоғалып кетті. Тергеу. ФБР ұзақ жылдар бойы тергеу жүргізгенімен оның шынайы тұлғасы мен тағдыры анықталмады. 1980 жылы Колумбия өзенінің жағасына $5,800 табылды. Бірақ бұл оның тағдырына жарық түсірмеді. Мұра. Дэн Купердің ісі ақш тарихындағы жалғыз шешілмеген әуе ұрлығы болып табылады және поп мәдениетке кеңінен танымал. Майкл Рокфеллер. Өмірбаяны. Майкл Рокфеллер әйгілі Рокфеллер әулетінің мүшесі. Нью-Йорк губернаторы Нельсон Рокфеллердің ұлы. Ол 1938 жылы дүниеге келіп, жас кезінен өнер мен антропологияға қызығушылық танытты. Жоғалуы. 1961 жылы Майкл жаңа Гвинеяға экспедицияға шығып, Асмат тайпасының өнерін зерттеумен айналысты. 17 қарашада оның қайығы аударылып, ол жағалауға жету үшін жүзуге шешім қабылдады. Содан бері оны ешкім көрмеген. Теориялар. Оның жоғалуына қатысты адамдар екіге бөлінді. Біріншісі батып кету. Кейбіреулер оның жүзу кезінде шаршап суға батқанын айтады, ал екіншілер тайпа шабуылы. Басқалар оны жергілікті тайпа өлтіріп каннибализм құрбаны болды деп есептейді. Луи Ле Фрэнс. Өмірбаяны. Луи Ле Фрэнс француз өнертапқышы, алғашқы қозғалысты бейнежазбаны жасаушылардың бірі. Ол 1841 жылы дүниеге келіп, өмірін бейнежазба технологияларға дамытуға арнады. Жоғалуы. 1890 жылы Ле Фрэнс Франциядан Англияға сапар шегу кезінде пойызда із-түзсіз жоғалып кетті. Оның денесі де жүгі де табылмады. Теориялар. Оның жоғалуына қатысты бірнеше теория бар. Өзін өлтіру. Кейбіреулер оның қаржылық қиындықтардан кейін өзін өлтіргенін болжайды. Өлтіру. Басқалары оның өнер табыстарын иемдену мақсатында бәсекелестерді өлтірді деп есептейді. Харолд Холт. Өмірбаяны. Харолд Холт Австралияның 10-ші премьер-министрі. 1908 жылы дүниеге келген. Ол 1966 жылы премьер-министрі болып тағайындалып, елдің саяси өміріндегі маңызды рөл атқарған болатын. Харолд Холттың жоғалуы. 1967 жылы 12 желтоқсанда Австралияның премьер-министрі Харолд Холт Виктория штатындағы Чевиот Бич жағажайында шомылып жүргенде кенеттен жоғалып кетті. Ол сол күні достарымен бірге жағажайға демалуға келген болатын. Холт тәжірибелі жүзгіш болғанымен сол күні теңізде толқындары күшті еді.
Суға түскеннен кейін ол көзден таза болып қайтадан көрінбеді. Жедел іздестіру жұмыстары басталғанымен оның денесі табылмады. Енді теорияларға тоқталсақ, Харолд Холттың жоғалуына қатысты бірнеше теориялар ұсынылады. Батып кету. Көптеген сарапшылар оның күшті толқындар мен ағындарға қарсы тұра алмай суға батып кеткенін болжайды. Достар, осымен видео бітті. Видеоны астарына тіркеліп, видеоға лайк басамыз. Ал енді видеоны аяқтаймын. Сау саламатта болыңыздар.